Атақты ақын Нұрхан Ахметбековтің құрметіне қойылған Нұрхан пьесасы астаналықтардың назарына ұсынылды. Осыған дейін еліміздің бірнеше өңірінде қойылған бұл туынды қаламгердің саналы ғұмырынан сыр шертеді. Қойылымды Арқалық қазақ жасөспірімдер театрының әртістері сахналады. Айта кетейік, Нұрхан Ахметбеков Амангелді, Жасауыл қырғын, Тосын толғау поэмалары мен Есім сері Күләндам дастандарының авторы. Нұрхан Ахметбековтің рөлін сомдау орынбасар Қойбағаровқа бұйырыпты. Өнер иесінің айтуынша, халық ақынның өмірін өзгеге өнеге ету үлкен мақтаныш. Себебі ол халықтың жоғын түгендеп барын бағамдай білген ер еді. Торғай өңірінде, жалпы бұрынғы Торғай облысы көлемі дейміз ба, сол кезде алғашқы мәдениетті көтеруге, филармонияға көтеруге, театр ашылуға, соған өте солардың алғашқы шебінде жүріп, сол ең еңбек сіңірген кісі, әсіресе өнер саласына еңбек сіңірген. Сол кісінің арқасында сол Торғай өңірінде ашылған халық театры бар. Ол театр қазір сол кісінің атымен аталады. Шамасы осы екеуіңді бір ұста соққала осы. Пьесаның авторы Серік Тұрғынбеков. Туынды 1980-2000 жылдар аралығында жазылған. Оның өзегінде ақынның өнегелі өмірі мен жалынды жырлар жатыр. Автордың айтуынша, бұл жай ғана пьеса емес. Бұл тұтас бір өлкенің тарихы. Бұл туынды қат-қабат неше түрлі оқиғалар. Кенесарыға да батысты тарихы. Кенесарының батырларын жырлаған адам. Соның тақсіретін тартқан. Одан кейін аштық туралы дастан жазып сөзді болған. Сондай қасіретті сол творчествосының шығармашылығын азамын тартқан адамды және ақынды көрсету көңілімде. Қойылымды өткізуге Арқалық театрынан Астанаға 20-дан астам әртіс келді. Олар өнегелі ақын өмірін көрерменге бүкпе боямасыз жеткізуге тырысты. Мақсат орындалды. Қойылымнан әсер алған көпшілік өнер ұжымына қошеметін аямады. Айдана Сүйенбай, Қазбек Мыңбай, Қазақстан ұлттық арнасы.